бір ғана асқабақтың осыншама пайдасы бар екенін сіз білдіңіз бе? Ендеше видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыз. Асқабақ сабағы сусымалы өсімдік. Жемістері әдетте қызғылт сары, бірақ терінің басқа түстері де кездеседі. Ерлер мен әйелдер үшін асқабақтың пайдасы даусыз, ал балалар бұл көкөністі тәтті дәмі үшін жақсы көреді. Асқабақтың бай дәрумендік құрамы және төмен калориялы мөлшері бар. Бұл өсімдік жиі диеталық тамақтану элементіне айналды. Бірақ тіпті ең пайдалы өнім дұрыс пайдаланбаған жағдайда қауіпті болуы мүмкін. Асқабақтың ағзаға қандай пайдасы бар екенін және бұл көкөністі диетаға қосу зиянды болуы мүмкін екенін осы видеода толық айтатын боламын. Ең алдымен асқабақтың пайдасы. Асқабақ дәрумендердің қоймасы болып табылады және олардың көп бөлігі тек целлюлозада ғана емес, сонымен қатар тұқымдар мен гүлдерде де кездеседі. Асқабақта каротин сәбізге қарағанда 4-5 есе көп. Каротиндер ағзада А дәруменіне айналады. Ол көру үшін жақсы, сонымен қатар күшті антиоксидант болып табылады. Асқабақтың құрамында С, Е, К дәрумендері және Б дәрумендерінің барлығы дерлік бар. Тұқымында көптеген микроэлементтер бар, ал мырыш мөлшері бойынша асқабақ тұқымдары көкөністер арасында алғашқы үштікке кіреді. Төмен калориялы болғандықтан асқабақ тамаша диеталық өнім болып саналады. Өйткені оның құрамында крахмал, холестерин және трансмайлар жоқ. Қант аз, бірақ ас қорытуға пайдалы талшық көп. Ал асқабақтың зияны қандай? Тіпті пайдалы өнім зиянды болуы мүмкін. Сондықтан ықтимал қарсы көрсеткіштерді ескеру керек. Асқабақты диетаға енгізуден кім сақ болу керек? Асқабақты асқазан ішек жолдарының қабыну аурулары бар адамдарға, сондай-ақ өт қабында және бүйректе тастары бар адамдарға қолдануға болмайды. Өйткені асқабақтың холеритикалық әсері бар және тастардың қозғалысын тудыруы мүмкін. Шикі көкөністі қорыту қиынырақ, сондықтан өңделмеген асқабақты жас балалар мен қарт адамдарға бермеген дұрыс. Қант диабетімен ауыратындар да асқабақпен айналыспауы керек. Өйткені бұл қандағы қант деңгейінің жоғарылауына әкелуі мүмкін. Кейде бұл көкөністі жиі тұтыну ісінуді және бос нәжістерді тудыруы мүмкін. Содан кейін порция мөлшері мен пайдалану жиілігін азайту керек. Асқабақты шамадан тыс тұтыну жалған каротинді сарғаюға әкелуі мүмкін. Көкөніс құрамындағы каротин терінің сарғаюына әкеледі. Кейде жеке төзімсіздік пен аллергияға әкелуі мүмкін. Сондай-ақ диетада жүргендерге асқабақ тұқымын пайдалануды шектеген жөн. Олардың жоғары калориялы екендігін ескеру керек. Асқабақ диетологияда жиі қолданылады. Оның асқабақ диеталары бар. Бұл төмен калориялы көкөніс метаболизмді қалыпқа келтіреді және талшық пен диеталық талшықтың көп мөлшеріне байланысты тәбетті төмендетеді. Дегенмен асқабақпен арықтау үшін абай болу керек. Семіздік ауыр дерт, өзін-өзі емдеу жиі нашар нәтижелерге әкеледі. Барлық нюанстарды білу және салмақ жоғалту әдісін таңдау үшін мамандарға жүгіну керек. Асқабақ өзінің пайдалы қасиеттеріне байланысты әртүрлі диеталарда жиі кездеседі. Бірақ денені қажетті барлық элементтерден айырбастап салмақ жоғалтуды қамтамасыз ететін ықтимал күрделі диетаның белгілі ретінде ғана. Асқабақты таңертең және жақсырақ шикі түрде тұтыну ұсынылады. Асқабақ ерлердің ұрпақты болу жүйесінің күйіне оң әсер етеді. Көкөністің Е дәрумені токоферолдың жоғары концентрациясы бар. Ол грек тілінен аударғанда ұрпақ деп аударылады. Тұқымның құрамында мырыш көп. Сондай-ақ асқабақ тұқымдары аргининнің мазмұны бойынша өнімдер арасында чемпион болып табылады. Бірге олар бүкіл денеге айтарлықтай әсер етеді. Олар тестостерон синтезіне қатысады. Қуық асты безінің жұмысын қалыпқа келтіреді. Жүрек қан тамыр жүйесінің күйін жақсартады және эректильді функцияға оң әсер етеді. Асқабақ тұқымының жұқа қабықшасында антигельминтикалық қасиетке ие кукурбитин амин қышқылдары бар. Бұл дәстүрлі медицинада қолданылады. Мысалы, жанама әсерлердің толық болмауына байланысты балалар мен жүкті әйелдерге тазартылмаған тұқымдардың қайнатпасы беріледі. Асқабақтың тағам дайындауда қолданылуы. Асқабақ қосылған рецепттер әлемнің барлық дерлік асханаларында бар. Бұл көкөністен сорпалар, десерттер, балалар тағамына арналған картоп пюресі, жарма жасауға болады. Басқа ингредиенттермен пісіріңіз. Қиял ештеңемен шектелмейді. Италияда тіпті қамырға қуырылған гүлдер де тағамға қолданылады. Шикі асқабақ салаттарға да қосылады.
Асқабақ термиялық өңдеуден кейін де қоректік заттардың айтарлықтай мөлшерін сақтайтындығымен ерекшеленеді. Асқабақ кастрөлі ең пайдалы тағамдардың бірі. Талшыққа байланысты жеңілдігі мен қанықтылығына байланысты таңғы ас немесе кешкі ас үшін тамаша. Өзіңіздің сүйікті тағамдарыңызды қосыңыз: алма, жаңғақтар немесе кептірілген өрік. Ал сізге асқабақты қалай тұтынған ұнайды? Осы жайлы сіздің пікіріңізді комментарийде күтетін боламын. Видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.